Масих айтқышта шегеленді. Және киелі кітапта айтты, Құдайдың құдіреттісінің ешқандай оның сүйегі сынбайды деді. Шегелерді оның денесіне соққан кезде оның сүйегі сынған жоқ. Бірақ қаны төгілді Иса Масихтың. Ең соңғы қаны оның денесінен тамып түскен кезде Иса Масих айтты, бәрі орындалды деді пайғамбарлар сөзі. Және ол жанын берді. Және оның қасында тұрған бір Рим басшысы, ол шынымен өлді ме деп, найзасын алып та Исаны бүйірінен түйреді. Бүйірінен түйреген кезде не шықты? Қан мен су шықты. Өйткені ол Иса Масихтың шын мәнісінде өлгенін көрсетті. Және Иса Масих алдын ала пайғамбарлардың сөзінде жазылған, ол ең бай адамның зиратында жерленеді. Және Иса Масихты ең бай зиратта адамдардың жаңағы зираттарын, табыттарын алтындап неше түрлі жасайды ғой адамдар, сол арқылы бір нәрсе істегісі келеді. Бірақ Құдайдың пәктігі соншалық, ол алдын ала осы сөздерді айтты. Иса Масих қабірде, адамның ең бай деген қабірінде ол жерленді. Және Иса Масих 3 күн қабірде болды. Адам сияқты өлді. Өйткені өлімді Құдай өліммен жеңу керек болады. Өзі сөз арқылы. Құдай Иса Масих арқылы өлім сен жеңілдің деп айтып, соны іс жүзінде дәлелдеп тұр. Иса Масих Құдайдың сөзі адамзат үшін өлді айқышта. Жерленді. Және Иса Масих тозақты жеңді. Тозақтың кілтін алды. Көк пен жердің барлық билігін Құдай оған табыстады. Өзінің сөзіне табыстады. Құдай сөзімен барлық адамзатты соттайды. Сондықтан Иса Масих шайтанды жеңді. Амин. Шайтанның билігін жеңді. Шайтанның беретін күнәсін, өлімін жеңді. Шайтанның арналған тозақты жеңді. Иса қабірді жеңді. Иса өлімді жеңді. Және құдіретті Құдайдың сөзі Иса Масих 3-ші күні. Құдай айтты ғой, 7-ші күн маған бағышталыңдар. Адамзат үшін ол 7-ші күн. Иса Масих жұма күні жерленсе, 3-ші күн ол 7-ші күн Құдайға бағышты. Сол күні таңертең көрден шықты, тірілді. Өйткені пәк Құдайдың сөзін еш нәрсе ұстай алған жоқ. Ол тірілді және 40 күн адамдарға көрінді. Сондықтан біз жаңағы 7-сін береміз, 40-ын береміз деп жаңағы діни рәсімді жасап тойлап жүрміз. Мысалы, ал Иса Масих көкке көтерілді. Және Иса Масих заманның ақырында ол келеді. Ол келеді. Және осыны барлық адамзат біледі. Исаның көктен келетін және заманның ақыры болатын, қиямет қайымның болатын барлық адам біледі. Амин. Және Құдайдың шындығы, Құдайдың киелі жазбасында айтылған ақыр заманның қалай болатын, қиямет қайымның қалай болатын, осы киелі жазбада жазылған. Иса Масих көкке көтеріліп бара жатқан кезде оның 12 шәкірттері куә болды. Оған періште куә болды. Сонда періштелер 12 шәкіртке қарап айтты. Шәкірттеріне қарап, елшілер, аспанға не қарап тұрсыңдар деді. Иса Масих осы көз алдарында көтеріліп бұлттың ішіне қалай еніп кетсе, заманның ақырында қияметте сол бұлттың арасынан төмен қарай қайтып келеді. Соны көресіңдер деді. Бірақ оны тек Құдай әке өзі біледі. Оны ешкім білмейді деді. Сосын қияметтің қай уақытта болатын, Исаның көктен қалай түсетінін бәрі біледі. Иса Масихтың тірі екенін барлық дін біледі. Иса Масихтың тірі екенін барлық адамзат біледі. Иса Масихты олар мойындасын, мойындамасын. Иса Масих Құдайдың сөзі, ол жаратқан ие. Өйткені Иса Масих Құдайдың сөзі болғандықтан, Құдайдың өзі және ол жаратқан ие. Құдай сөзімен жаратады, Құдайдың сөзі ол жаратқан ие деген атағы. Сол үшін киелі кітапта Филиппиліктер 2-ші тарауда былай деп айтады. Исаның атағын естіп, көктегі, жердегі және жер астындағылар оның алдында тізе бүгіп, әрбір тіл атаулы Иса Масихты жаратқан ием деп ашық мойындап, Құдай әкемнің даңқын арттырады дейді. Сондықтан Құдай Иса Масих арқылы
Иса Масихтың айқыштағы құрбандығы арқылы адамзатты сенімге шақырады. Мен сендер үшін осы Иса Масих арқылы сендердің күнәларың үшін мен құрбандық бердім. Ыбырайым атамыздың өзінің баласын құрбандыққа шалуы, құрбандыққа алып келуі естеріңізде болса, ол осы Иса Масихтың құрбандыққа берілетін Құдайдың өзінің құрбандығы болады. Өйткені Ыбырайым атамызда ұлын алып құрбандыққа берді. Ыбырайым атамыз сенді. Ол пышағын алып өзінің ұлын бауыздауға дайын болған кезде Құдай айтты, тоқта, мен сеніміңді көрдім. Енді сен қарашы. Сонда қараған кезде оң жағында тоқтының жаңағы мүйізімен шеңгелге байланып қалған көрді. Міне мен беретін құрбандық. Сонда Құдай не деп тұр? Адамнан емес құрбандық. Құдайдың ұнайтыны Құдай өзінің беретін құрбандық. Және Ыбырайым атамыз сол құрбандықты кімге бағыштады? Құдайға деген сенім арқылы. Құдайға сенім бағыштады. Енді қараңыздар, Құдай бізді Иса Масих арқылы адам болып келді. Құдай күнәға батқан адамзатты сүйеді, адамзатты жақсы көреді, адамзатты құтқару керек. Сонда ол Құдайдың құдіретті құтқару жолы осы. Ол адамнан емес, ол Құдайдан. Және бізге келген, адам болып келген Иса Масих ол Құдайдың сөзі. Сондықтан Иса Масих ол 100% адам. 100% адам. Сондықтан киелі кітап айтады, ол сын человеческий дейді. Адамның ұлпағы дейді. Және ол Құдайдың ұлы дейді. Құдайдан келген билеуші. Және Иса Масих 100% ол Құдай, және Иса Масих 100% адам. Және оның екі болмысы бір тұлғада бірігіп кетпейді, араласып кетпейді. Сол үшін Иса Масих біздің жан дүниемізді адам ретінде түсінеді. Және Иса Масих Құдайлық болмысымен біз үшін құрбандығын берді, құдіретімен. Сондықтан біз Иса Масихке сеніммен ғана келеміз. Сол үшін іс-әрекет сенімсіз өлі сенім. Сондықтан Құдай екі нәрсені айтады. Бірінші сен, екіншісі Құдайдың айтқан аманатын орында. Пайғамбарлар арқылы айтқан аманат Иса Масихте орындалды. Елшілер көргендерімізге баяндады, олар орындап кетті. Біз енді Иса Масихтың құрбандығына сендік. Енді біздің құрбандығымыз ол жарияла осы шын. Амин. Жеңіл ғой ол. Иса Масих айтты, менің ауыртпалығымды алыңдар, ол жеңіл деді. Матай 11:30. Бұлай қарасаңыздар, Иса Масихтың қызметі ол ауыртпалық сияқты, бірақ ол жеңіл. Өйткені Құдай өзі көмектеседі. Сондықтан Құдай адамзатқа Иса Масихтың қаны арқылы ол күнәсінен ақталады. Ол Иса Масих киелі кітапта айтады, Құдайдың берген тоқтысы дейді, құрбандық тоқтысы. Және киелі кітапта айтады, Иса Масих құрбандық тоқты дейді. Және сол құрбандық тоқтының оның үстінде үлкен шапан бар дейді, қанға малынған. Және оның атағы, оның аты Құдайдың сөзі деп жазылып тұр дейді. Міне қандай деді. Иса Масих әуел баста сөз болған, сөз Құдайда болған, сөз Құдай, сөз адам болып ортамызда өмір сүрді деп елшілер куәлік еткен Құдайдың сөзі Иса Масих. Құдайдың рухани ұлы. Және Исаға сену арқылы, Құдайдың берген құрбандығын қабыл ету арқылы біз де Құдайдың рухани ұлы боламыз. Құдай айтады, Исаға сенген менің халқым. Құдайға, Иса Масихке сенген менің ұл қыздарым дейді. Бұл рухани айтылған. Сонда Иса Масих Құдайдың ұлы болса, біз де Құдайдың ұл қыздары боламыз. Бұл рухани дүниеде. Енді Иса Масихке көп адам айтады, қалай сенемін? Мен қалай келем? Ол жеңіл. Сол үшін киелі кітап айтады, екі жол бар. Бірі ол даңғыл жол. Ол адамдардың өз жолы. Өзінің адамның Құдайды іздеу жолы. Ол жолдың барар жолы ол құрдым. Өйткені адам өз үшін құрбандық бере алмайды. Ал тар жол бар дейді. Ол көкке қарай өрілетін жол. Ол Иса Масих
арқылы Құдайдың салған жолы. Және ол жолды көп адамдар таба алмайды, адасып кетеді және жүре алмайды. Онымен жүру қиын. Сондықтан күнәһар адамдар, Құдайды менсінбейтін адамдар, Құдайдың жоспарын еркін қабылдамайтын адамдар Иса Масихтың айтқыштағы Құдай берген құрбандығын бұл ақымақтық дейді. Және осы сөздер үшін, осы сенбеулер үшін олар жауап береді, барар жері тозақ. Ал енді сол Құдайды менсінбеген, Құдайдың ашқан жарылқау жолын менсінбеген адам өз күнәсін өзі арқалап қайда барады? Өзін өзі соттады және олар тозаққа барады. Бірақ тозаққа барып қиналып тұрған кезде олар естиді, Иса Масихтың Құдайдың сөзі Құдайдың құтқарушы екен. Бірақ ол кеш олар үшін. Және олар үшін азап. Өз жерден шығу мүмкін емес. Ол кеш. Сол үшін Құдай адамның жаны, тәні, рухы бір-бірінен ажырап кетпей тұрған кезде, ол адам күйініп тұрған кезінде, сол күнәһар болмысы ретінде Құдайдың ашқан құрбандығына келіп, Құдайдың алдында тәубе етіп, Құдайдың шындығын қабыл алу арқылы біз құтқарыламыз. Бұл жеңіл. Қандай жеңіл деймін? Сол үшін киелі кітап айтады, өз аузыңмен сотталасың, өз аузыңмен құтқарыласың дейді. Сол үшін біз не істейміз? Біз осы киелі пайғамбарлардың жазбасын оқи келе, елшілердің, Исаны көрген елшілердің куәлігін ести келе, осы жазбаларды, жаңа өсиет, көне өсиет, жаңа өсиетті оқып келіп, сеніп, біз ең соңында Құдай бізді тәубеге шақырады. Тәубе етіңдер дейді. Сонда біз Құдайдың құдіретінің алдында келіп, Құдай, мен топырақтан жаралған пендемін. Және Құдай, мен күнәһармын. Сен құдіреттісің. Мен саған сенемін. Және сенің сөзің де шындық, сенің өзің де шындық. Сенің сөзің Иса Масих адам болып, барша адамзаттың күнәсі үшін, және мен үшін айқышта құрбан болып, оның киелі қаны төгіліп, денесі сынып, ол өліп, көрге жерленіп, өлімді жеңіп, шайтанды жеңіп, күнәні жеңіп, ол тіріліп, көкке көтерілді. Және қиямет қайында тірі мәңгі Иса көктен келеді. Бұл сенің құдіретің. Мен осыған сенемін. Сенің сөзің Иса Масихтың атымен деп Құдайдың алдына келген кезде, біз Құдай әкенің алдында тәубе еткен кезде, Құдайдың осы сөзімен шындыққа мойын сұнған кезде, біз Құдайдың сөзі арқылы Құдайдың өзін қабылдаймыз. Және Құдайдың сөзі арқылы Құдайдың өзін қабылдағандықтан Құдай бізді қабылдайды, және Құдайдың киелі рухы біздің бойымызға келеді. Міне Құдайдың киелі рухы біздің жан дүниемізді жаңартады. Біздің ескі күнәһар болмысымызды жарқыратады. Және Иса Масихтың барлық осы куәліктерін пайғамбарлар арқылы, елшілер арқылы айтқан Иса Масих туралы барлық куәлікті осы киелі жазбаны оқу арқылы, сенушілермен араласу арқылы, және Құдай біздің рухымызды жаңартады, және біздің рухани дүниемізді өзгертеді, және Құдай біздің ішкі жан дүниемізді өзгертеді. Және Құдайдың киелі рухы бізді Құдайды сүюге үйретеді. Және Құдайдың киелі рухы бізді адамзатты сүюге үйретеді. Және Құдайдың киелі рухы бізді аманатты, осы шындықты адамдарға қорықпай, үрікпей жариялауға үйретеді. Және осының бәрі ол бізден емес, ол Құдайдан берген сый. Сол үшін бір адам арқылы адамзатқа күнә енсе, Құдай өз құдіретімен адам болып келген Иса Масих арқылы мәңгілік өмір сыйын беріп тұр. Сонда адамдар таңдасын. Өлімді, тозақты таңдай ма? Жоқ әлде Иса Масихтың айқышта құрбандығын ақымақтық дей ма? Оны өздері таңдасын. Жоқ әлде Иса Масихтың айқыштағы құрбандығын құдірет деп қабылдай ма? Жоқ әлде Иса Масихтың осы біздің күнәларымыз үшін өлтірілген ол мәңгілік өмір, күнәнің кешілу жолы деп таңдай ма? Құдай осы таңдауды қазір Иса Масихтың дүниеге келуімен, өліп тірілуімен, және 2000 жыл бойы осы шындық адамдарға жария етілді. Және осы шындық ол Масихтың артынан ерген елшілері, Масихтың артынан ерген шәкірттері, олар кім деп аталып кетті? Масихке сенушілер деп аталып кетті. Құдайды құрметтеушілер деп аталып кетті. Еш уақытта Масихшылық ол соғыспен, адам өлтірумен тараған жоқ. Ол шынайы шындықпен,
адамдарға сүйіспеншілікпен уағыздалу арқылы таралды. Және алғашқы мәсіхшілер елшілер арқылы уағыздалды. Және Иса айтты, мен көкке көтерілгеннен кейін елуінші мейрамшылар, ең алғашқы елуінші мейрам болады. Сол мейрамда сендер бірге жиналып отырыңдар, мен сендерге киелі рухымен келемін деді. Сол уақытта осы елулік мейрамын тойлауға Иерусалимге елшілердің істері 9-шы тарауда, екінші тарау 9-шы аят айтады. Барлық Құдайды құрметтейтін адамдар сонда 17 халықты Құдай айтады, елулік мейрамына келді. Елшілер жаңағы Исаның куәлік еткен олар жиналып отырды, және жан-жақтан Иерусалимге 17 елден халықтар келді дейді. Соның ішінде парфяндар, мидяндар, еламиттер деп жаңағы арабтар, тағы басқа елдердің бәрін айтады. Соның ішінде қарап отырсаңдар парфяндар дейді. Ең алдында тұр да, ол кездейсоқтық емес. Өйткені парфяндар деген олар кімдер? Олар біздің алғы ата-бабаларымыз. Жаңағы Иса Масих дүниеге келген кезде сыйын алып келген олар кімдер? Сонау батыс өңірінен келген, Орта Азия, Қазақстаннан келген біздің ата-бабаларымыз. Жарайды, Иса Масихтың дүниеге келгенде алтын, ладан, мүр алып келді дейді, сыйын. Және тізіліп тұрып сол шығыстан келген жаңағы ғұламалар, жұлдыз санаушылар Иса Масихке сыйын берді және оған тағзым етті дейді. Олар кімдер? Олар біздің ата-бабаларымыз. Және олар ең қымбатты несін алып келді? Алтынын алып келді. Қазақтың елі, жері, Орта Азия, біз қазақтар байымыз алтын күміске, алтын. Сонда ең қымбатымызды біздің ата-бабаларымыз алтын алып келді. Сол алтын алып келген біздің ата-бабаларымыз. Батыс Қазақстаннан келген біздің ата-бабаларымыз. Жұлдыз санаушылар, наурыз мейрамын тойлаушылар олар біздің ата-бабаларымыз. Ал енді 50-ші Иса Масихтың көкке көтеріліп, киелі рухқа кенелген уақытында келіп Құдайға құрмет етіп тұрған кімдер? Киелі кітап айтады. Міне, ең бірінші парфяндар, одан кейін мидяндар, одан кейін еламиттер деп айтады. Парфяндар дегеніміз кім? Ол батыс Қазақстанда пайда болған Арсақ патшаның құрған мемлекеті, және Арсақ патшаның 500 жыл билік еткен ұрпақтары, ол Арсақ әулеті, Парфия мемлекеті, сондағы мемлекеттің астарында жүрген кімдер? Біздің ата-бабаларымыз. Міне ең алғашқылар біздің ата-бабаларымыз. Исаның дүниеге келуін Құдайдың құрметі деп сыйлап, сыйын алып келген, Құдайдың құдіреті деп киелі рухқа кенелген біздің ата-бабаларымыз. Сонда біз Құдайдан қорқатын халықпыз. Біз Құдайды құрметтейтін халықпыз. Сонда Исаға сенушілер, Мәсіхке сенушілер, құтқарушы Мәсіхке сенушілердің ең алдын қатарында тұрған біздерміз, біздің ата-бабаларымыз. Бірақ біз ең алғашқы болдық. Киелі кітапта не дейді? Кім алғашқысы болса, сол соңы болады дейді. Біз қазір қазақ халқы болып қалыптасып, міне ең соңы болып Исаға келіп жатырмыз. Өйткені Құдай киелі рухымен бізді ата-бабаларымыздың дұғасына сай, ата-бабаларымыздың сеніміне сай, ата-бабамыздың сенім жолына сай, дінде болмай тұрған кезде Құдай бізді шақырып, заманның соқында, қияметтің алдында бізді Құдай шақырып жатыр. Және біз Құдайға келіп отырмыз. Сол үшін біз күнәдан бас тартып жатырмыз. Сол үшін біз жамандықтан бас тартамыз. Біз зұлымдықтан бас тартамыз. Сондықтан біз Құдайды құрметтейміз, біз Құдайды сүйеміз, және біз жақынымызды сүйеміз. Және мәсіхшілер, олар тек сүйіспеншілікті уағыздайды. Ал күнәһар дүние мәсіхшілерді жек көреді. Ол олардың мәселесі. Ең бастысы, Құдайдың алдында біз кімбіз? Ең бастысы, Құдай бізді сүйеді, және Құдай бізді осы Мәсіхтің айқыштағы құрбандығы арқылы бізді таңдап алды. Және біз Иса Масихтың, Құдайдың Иса Масих арқылы берген құрбандығын, Иса Масихтың айқыштағы құрбандығы арқылы тәубе етіп, күнәларымыздан арылып, біз Исаның қанымен ақталдық. Және Құдай бізді мәңгілік өмір кітабына біздің атымызды өз қолымен жазды. Және Құдай бізге мәңгілік өмір сыйын берді. Және осы адамзат күнәдан арылып, Құдайдың құтқарылу жолына келсін. Олар да мәңгілік өмірге ие болсын деп Құдай барлық адамзатты шақырып жатыр. Барлық діндерді шақырып жатыр. Құдай айтады, барлық күнәһарлар келіңдер дейді. Құдай айтады, мен күн мен
түнді, жарық пен суықты, ауаны, суды мен сендерге тегін беремін. Және құтқарылу жолын Иса Мәсіх арқылы мен тегін беремін. Келіңдер маған барлық діндер, барлық халықтар келіңдер, құтқарылыңдар дейді. Сосын біз мақтала алмаймыз. Мен ғана Құдай шақырылды. Менің деноминациям ғана мені Құдай шақырды. Мен ғана ежелден шақырылдым деп. Құдай Иса Мәсіх арқылы барлық күнәһарларға өз құрбандығын берді. Сосын Құдай Иса Мәсіх арқылы барлық күнәһарларды ақтап алғысы келеді. Барлығын. Құдай Иса Мәсіх арқылы, Иса Мәсіхтің айғыштар төгілген қаны арқылы барлығын күнәдан ақтап алып, оларды кешіріп, оларға рахым бергісі келеді. Барлық адамды шақырады. Мәсіхшілік дегеніміз осы. Енді осы мәсіхшілік тарихы алдағы сабағымызда біз мынау елшілердің істері 2-ші тарау 9-шы аятпен елеулікте қандай оқуға болады. Парфян дегендеріміз кім? Және олар осы алғашқы сенушілер арқылы мәсіхшілік таяу шығыстан, Иерусалимнен орталық Азияға, Қазақстанға қалай келді? Ең алғашқылар. Білесіздер ме? 2000 жыл бұрын біздің ата-бабаларымыз келді. Сонда киелі кітапта елшілердің істерінде 1:8-де не дейді? Не деп айтады? Сенімін артқандар, олар Иерусалимнен Самарияға, Иерусалимнен Иудеядан Самарияға, және жердің шетіне дейін барып, маған куәлік етіңдер деді. Және Құдай өзі ұлы аманатын берді. Қандай жеңіл, сенімдегі адамдарға. Ол Құдайдың бізге берген сыйы, Құдайдың бізге берген рахымы, және осы шындық барлық адамдар естісін деп, осы бейбітшілік, сүйіспеншілік түрде осыдан 2000 жыл бұрын осы ізгі хабар таралып жатыр, және осыда таралып жатыр. Және біздің бүгінгі мәсіхшілік тарихы орталық Азия мен Қазақстанда қалай басталды. Міне келесі тақырыпты біз осы елшілердің істері 2-ші тараудан Парфяндар деген ол кім дегеннен бастап біз мәсіхшілік және орталық Азияда мәсіхшіліктің келуі, бейбітшілік жолмен келуі туралы, және біздің ата-бабаларымыздың 1500 жыл сенімде болуы туралы, және 300 жылдық үндемей қалған жағдай қалай болды, және заманның соңында біз қалай қазір сенімге келіп жатырмыз. Сол туралы осы тарихты баяндаймыз. Құдай сіздерге жар болсын, амандық пен тыныштық болсын, Құдайдың сүйіспеншілігі сіздердің өмірлеріңіздің әрбір саласында болсын. Амин. Құдай жар болсын барлықтарыңызға.